Сәлем, менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпа, және достарыңмен бөліс. Бүгін 8-ші сыныптың оттектің қолданылуы тақырыбына арналған біліміңді тексер тапсырмаларын орындаймыз. Бірінші сұрақ: оттектің қолданылуы туралы айтыңдар. Жауабы: оттек металлургияда, космонавтикада тыныс алуға, авиацияда және ғарыш кемелерінде қозғалтқыштар үшін, металл кесуде, су астында тыныс алуға, металл пісіруде және тағы басқа да жағдайларда қолданылады. Екінші сұрақ: табиғаттағы оттек айналымы қалай жүреді, нақты мысалдармен түсіндіріңдер. Және үшінші сұрақ: ауа тазалығын сақтау мақсатында біздің елімізде қандай іс-шаралар жүргізіледі? Сол іс-шараларға өздерің қандай үлес қостыңдар? Екінші сұрақтың жауабы: ауадағы оттек мөлшері өзгермейді, себебі өсімдіктерде жүретін фотосинтез процесі нәтижесінде түзілген оттек жұмсалған оттектің орнын толтырып отырады. Сіздерге фотосинтез процесін жүру реакциясын көрсеттім. Көмірқышқыл газы мен су қосылады және жарық пен өсімдікке жасыл түс беретін хлорофилл әсерінен глюкоза мен оттек бөлініп шығады. Табиғатта осылай оттек айналымы үздіксіз жүріп отырады. Үшінші сұрақтың жауабы: ірі қалалар мен өндіріс орталықтарында ауадағы оттек мөлшерін сақтау үшін жасыл желектер көптеп отырғызылады. Төртінші сұрақ: мына өзгерістерді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін реакция теңдеулерін жазыңдар. Төртінші сұрақтың асы: H2O2-ден O2, O2-ден калий 2O алуымыз қажет. Бұл үшін екі реакция жазатын боламыз. Алғашқысы H2O2-ден O2-ні алу. Реакцияны теңестіру үшін H2O-ның алдына 2, H2O2-ның алдына 2 қоямыз. Келесі реакция O2-ден калий 2O-ны алу реакциясы. Реакцияны теңестіру үшін калий 2-ның алдына 2, калийдің алдына 4 қоямыз. Әсі: калий хлорбол үшін O2, O2-ден P2O5-тің түзілуі реакцияларын жазуымыз қажет. Бұл жақта да екі реакция жазамыз. Алғашқысы реакцияны теңестіру үшін O2-ның алдына 3, калий хлордың алдына 2 және де калий хлор O3-тің алдына 2 қоямыз. Келесі реакция реакцияны теңестіру үшін O2-ның алдына 5, P-ның алдына 4 қоямыз. Және P2O5-тің алдына 2 қоямыз. Б-сында H2O-дан H2, H2-ден CH4, CH4-тен CO2 алыну реакцияларын жазуымыз қажет. Бұл да 3 реакция теңдеуі болады. Алғашқысы реакцияны теңестіру үшін H2-ның алдына 2 және H2O-ның алдына 2 қоямыз. Келесі реакция реакцияны теңестіру үшін H2-ның алдына 2 қоямыз. Келесі реакция реакцияны теңестіру үшін O2-ның алдына 2, H2O-ның алдына 2 қоямыз. Бесінші сұрақ: адам организмінде оттектің массалық үлесі 65% болатыны белгілі. Өз организмдерінде қанша оттек болатынын есептеңдер. Бесінші есепті шығармастан бұрын сіздерге айта кететін жағдай бар. Бұл есепте әр адам өзінің салмағы бойынша есептейді. Және мен сіздерге оны мысал ретінде өз салмағыммен өлшеп көрсететін боламын. Менің салмағым 42 килограмм. 42 килограммды 100% деп есептейміз. Есептің берілгенде адам организмінің 65%-ын оттек құрайды деп жазылған. Яғни X килограмм 65% деп жазамыз. Сіздерге тағы да айта кететін жағдай, қайталап айтамын, мына 42 килограмм бұл әр адамның өзінің салмағы болады. Бұл менің салмағым, менікін жазып қоймаңыздар. Егер сіздің де салмағыңыз 42 болса, осыны жазуға болады. Ал егер салмағыңыз 45 болса, 45 килограмм деп жазып, өзіңіз есептейсіз. X-ті табу үшін пропорция құрамыз. Екі килограммды 65%-ға көбейтіп 100%-ға бөлеміз. Нәтижесінде бізде 27,3 шығады. Яғни біздің 42 килограммымызда 27,3 килограмм оттек бар деген сөз.